Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай зебра пирогын жасайтын боламыз. Өте оңай жасалады, әрі ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер менің видеомды алғаш рет көріп отырған көрермен болсаңыз, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Осылай ұнның үстіне разрыхитель себеміз. Одан соң тоңазытқыштан шыққан қатты майды осылай үкіштен өткізіп шығамыз. Немесе бөлме температурасындағы май болатын болса, соны да бірден осылай үкіштен өткізбей қолыңызбен осылай үгітінді жасасаңыздар болады. Үгітіндіміз дайын болғаннан кейін үстіне құмшекерді себемізде жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне бір жұмыртқаны жарып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болып дайын болады. Одан кейін осы табамызға астына пергамент төсеп немесе кішкене майлап, қамырды жан-жағына дейін жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Міне осылай барлық шет-шетіне тегістеп жайып шығамыз. Одан кейін біз келесі салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге қаймақ керек болады. Мен осындай қаймақтың барлығын пайдаландым. Одан кейін үстіне құмшекерді септім және 3 жұмыртқаны жарып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осы салмамызды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Жартысын осылай ыдысқа құйып қоямыз, жартысына қазір какао салатын боламыз. Осылай електен өткізіп какаоны сеуіп жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын болады. Енді осы салманы осы қамырдың үстіне 5 қасықтан мен салып отырдым. Барлық салманы салып болғаннан кейін осылай өрнегін жасаймыз. Осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Міне менің пирогым осылай пісіп шықты. Осы пирогты енді бірден кеспей суығанын күтіп, холодильникке қатқанша қойып қоямыз. 3-4 сағаттан кейін қатқаннан кейін осылай кесе берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер шығады.